армысыздар? Құйрық майдың пайдасын білесіз бе? Бүгін мен сізге құйрық майдың емдік қасиеті туралы айтамын және пайдаланудың бірнеше түрімен бөлісетін боламын. Каналыма лайк басып, подписка жасап қойыңыз. Құйрық май ең алдымен тұздалмаған, балғын, жаңа сойылған болуы керек. Өзіңізге керекті бөлігін алып, ұсақтап тураймыз. Ыдысымызға мұздай су құйып, астына үйімізде пайдаланып жүрген шашығымызды қоямыз. Міндетті түрде, өйткені май салынған банкіміз жарылып кетуі мүмкін. Дәл осылай салқын суға құйылған ыдысқа банкімізді 1 сағатқа бетін жауып қайнатамыз. Сонда құйрық майдың ішіндегі пайдалы элементтердің барлығы құрамында сақталып қалады. Осылай суымыз қайнап жатқанда ішіндегі май ерігенін байқаймыз. Еріген майдың үстіне сарымсағымызды салып бірге бұқтыратын боламыз. Сарымсақтың бойындағы витаминдердің бәрі осы майға сіңеді. Осылай астын үстіне араластырып тұрасыздар. Үлкен банка болса жақсы болады. Осылай дайын болған майымызды ситадан өткізіп, арнайы ыдыстарымызға осылай құятын боламыз. Бұл майды балаларымызға тамағы ауырғанда және қақырық тастауға көмегі зор. Тағы да құйрық май туралы ақпарат білгілеріңіз келсе, келесі видеомда тағы да қандай түрлерін жасауға болады, балалардың қалай жиіркенбей ішуіне болады және де массажға, балалар массажына пайдасын айтатын боламын. Каналыма жазылуды ұмытпаңыз.